мектептегі 30 000 теңге айлық болатын болса, Лоточка менде мемлекеттік компаниясының директоры 2 жыл қызы, мен осы статуста жатқан аптада 3,5 миллион теңге табыстым. Енді қараңыздар, бұл жердегі нәрсе, мен бір ғана нәрсе түсінемін. Сетевой бизнесте адамдар ойлайды, бұл очередной сетевой, бұл продукция, бұл сату, адам тіркеу, шақыру керек, айтылу керек, түсіндіру керек деп ойлайды. Негізі, қарапайым ғана бұның механизмі бар. Бұл жердің миссиясы служение народа. Мен бір нәрсе түсіндіремін. Егер адамның шаршап тұрған, қалжырап тұрған, әлсіреп тұрған бір клеткасын сіз тірілт алсаңыз, боят алсаңыз, оған жан кіре алатын болсаңыз, күншығыстан күнбатысқа дейінгі адамды тірілткеннен бірдей салады. Ең бірінші сетевой бизнестің миссиясы служение народа. Біз миллиондаған табысты қайдан аламыз? Благодаря адамдарға қызмет көрсетудің арқасында аламыз. Екінші, бұл жердің философиясы командалық бизнес. Өйткені кезінде жетістікке жеткен адам айтады. Егер сен табысқа тез жеткің келсе, жалғыз өзің жүру. Ал егер ұзақ мерзімді жеткің келсе, командамен жүру. То есть, сіздің командаңызда тура осы отырған кісілердей сияқты 30 адамдар болатын болса, 30 адамның әрқайсының накопить еткен еңбегі, бұл бизнестің философиясын түсіндіреді. Сол жағдайда, білесіздер ма? 30 адам, мысалы, үй салатын болса, жігіттер білесіздер, асар жасап 15 жігітті шақырасыздар, 30 еркекті шақырасыздар. Бұрқ өткіз бір күнде үйіңізді салып, бұл бизнесте де сіздің асарлатып командамен бірге жасаған кезде ең кереметті білесіздер ме? 30 адам бірге бір үйді салып беретін болса, ал мына жерде 30 адам бірге команда құру арқылы әрқайсысын жасаған кішкентай накопить еткен еңбегі үлкен жетістікке жетеді. Ең кереметі 30 адамның 30 миллион табады. Бұл жердегі кім ұтады? Бірінші сетевой бизнес миссиясымен жүрген адам ұтады. Екіншіден, сетевой бизнестің философиясымен түсінген адам, сонымен жүрген адам ұтады. Бұл жерде тек қана командамен бірге жүру керек. Енді тағы да мен өзімнің бір инсайт деп айтсам да болады, фишкам деп айтсам да болады, немесе түсінгенім деп айтсам да болады. Біздің ағзамызды Құдай тағала жаратты. Мысалы, машинаға 10 000 километр сайын майын ауыстырамыз, бензин құямыз, заправка жасаймыз, оған тосол құямыз, оның бүкіл жағдайын жасаймыз, дұрыс қой. Тура солай бізді өмірге келген кезде Алла тағала барлығымызға денсаулық деген механизмді, организмді берді. Біз күніне 2000 миллилитр жағып жібереміз. Құдай біздің ағзаны солай жаратты. Біз күніне ұйықтасақ та, жатсақ та, тұрсақ та 5000 миллилитр коллаген жағып жібереміз. Неге? Мейістеттік ішкі өт, бауыр, жүрек, үлкен кіші жүріп тұр, дұрыс па? Біз күніне, білесіздер, өз салмақтарымызды 3-ке көбейткен форматта темір жағып жібереміз. Неге? Бұл Құдайдың біздің биомашина солай жұмыс жасайды. Күнделікті бұл біздің тәннің берген хақысы. Егер сіз өзіміздің тәніңізге күнделікті керекті дозадағы хақысын түсіретін болсаңыз, күнделікті, білесіздер ме? Сіз ауырмайсыз. Сол үшін де бұл жерде дәрігерлер отыр. Бұл кісілер менің енді ответ етеді. Мен өзім дәрігер емеспін. Бірақ осы салаға келу арқылы, әсіресе Нью-Вейв компаниясының дәрігерлер кеңесінің арқасында біз өз денсаулығымызды білдік. Мен айтам, менің балаларым бұл продукцияны кәдімгі мен продукты сияқты аламын. Үйге ұн, нан, күріш сұйық аласыздар ма? Ет аласыздар ма? Мен айына 200 000, 300 000 теңгеге продукцияны аламын. Таңертең балаларым тұрады, бар тістерін нони пастамен жуады, келгеннен сразу йодты себет, жылы сулармен тамақтарын ішеді, сразу д3-мен денсаулық түзетіп біздеріне омега-2 ішеді. Мектепке кетіп бара жатады, есіктен шығады, тілдерін астында паразитке қарсы нені берем, д2-ны берем. Түске келеді, түскі тамақтарын ішкеннен кейін, кетіп бартсың ба? Көреш. Көл. Қараңыз, сол енді түскі тамақтан кейін істейді, бұл темірді себет түскі тамақтан кейін, өйткені д3 мен 2-нің арасы 4 сағат не ұстау керек екен. Осы компанияға келдік. Одан кейін кешкі тамақтан кейін тағы да темірлерін себет, түнде жатар кезде BioWave пробиотиктен 2 тал, немесе кішкентайлар 1 тал, және де жатарда 50-10 ішіп жатыр. Оның сыртында бізде иондек скорый помощь ретінде үйде тұрады ветеринарда. Ауырып қалған кезде, жүктеліп қалған кезде, тамақ қызарып қалған кезде балаларға беремін. Және де бізде Happy Wave пен Blood Wave бізде аптасына 2 күн, 3 күн чередовать ету арқылы детокс ретінде тұрады. Неге? Даже Blood Wave'тің производителінің аузынан естіген кезде, ол білесіздер, сіз балаларға беріп жатырмыз неше түрлі көкөністерді, шөптерді, жемістерді, мандарин, апельсиндер беріп жатырсыз, бірақ оның құрамына удобрение қосқан. Білесіздер, Англияға барып клубника теріп жүрген кісілер айтады ғой, ұшақ күнде қызарады дейді, өздері жемейді. Көрдіңіздер ме? Сонда қараңыз. Ал біздің Blood Wave соның ішіндегі токсиндерді дейді, ауыр металдарды как
плюссіз сорып алады дейді. Біз балаларға беріп жатқан нәрсенің барлығы өкінішке орай. Енді қараңыз, бұл мен өз продукциямның продуктысымын, яғни өз продукциямны мен кәдімгі тамақ ретінде пайдаланамын. Неге? Менің жүрегім тыныш. Өйткені біз қазір мынандай бір андай қылдың ішінде ғана тұрмыз. Мына үстіміздегі адам онкология, қасымыздағы адам рак крови, астымыздағы адам гемодиализ, мына жағымыздағы адам не? Балалардың өзі неше түрлі диагноз болып жатыр. Гарантия жоқ. Сіз ауырмайсыз деген. Біз қазір мынандай пышақтың ішінде тұрмыз. Сол ішінде бұл продукцияны, оны мен бірден келген жоқ, білесіздер? Мен білдім, бұл компанияда табыс жоспары бар екендігін. Әрине өзім 15 жыл сетевой компанияда жұмыс жасағаннан кейін. Бұл ДТР-дің бағасы қанша, білесіздер ме? Қанша? 12.900 теңге. Ал мен бұны 1290 теңгеге аламын. Тегін аламын. Система кэшбэк арқылы. Мынау 7500 теңге. Мен бұны 750 теңгеге аламын. Мен қалай? Мынау 10.000 теңге. Мен бұны 1000 теңгеге аламын. Көрдіңіздер ме? Бұл жердің компанияның маркетинг планы. Бұл бірінші этаптағы продукцияларды тегін алу басқышы. Қалай өзімнің денсаулығыма, бала шағама инвестиция салып бастадым? Білесіздер ме? Негізі тән энергия шақырады. Сіздің тәніңізге, өйткені Құдай солай жаратты ғой. Біз айтамыз, несібе, нәпақа деп айтамыз, дұрыс па? Сіздің тәніңізге түсетін 2000 миллилитрді сіздің йодыңызда мына кеңірдекті Алла тағала кесіп қойды, мынадан шығып кіргеннен кейін оның бәрі несібе, нәпақа. Көрдіңіз ба? Ол ағзаға вовремя түскен сайын күніне 2000 коллаген, күніне салмағын 3-ке көбейтіп, йод, темір, күніне өз салмағын 30-ға көбейтіп, суды да ағзаға түсіріп отырген Құдай солай жаратты. Басқаша болу мүмкін емес. Жоқ, мені Құдай басқаша жаратты деген адам болса келіңіздер. Мен 2000 емес, 1 грамм ДТР-мен ғана менің ағзам жұмыс жасай береді деген адамдар болса келіңіздер. Тәніңізге күнделікті продукция түсіп тұр ма? Ол бірден келген жоқ, балаларыма солай продукция беру. Ақырындап сөйтіп келе бастағанда не істеді? Тәннің өзі шақырады. Білесіздер ме? Мынандай нәрсеге сенеміз біз адамдар. 100 теңге болсын, 5000 теңге болсын, кошелекке салып қой, ақша шақырады. Энергия шақырады. Дұрыс па? Когда сенің ағзаңа дұрыс продукция, органикалық өнімдер түсіп бастаған кезде клетканы шақырады. Тағы да ішкісі келеді. Тағы да толықтағысы келеді, тағы да әдемі болғысы келеді, тағы да жасағысы келеді. Балаларыңды уже көресің. Күніне қанша, мысалы, пепси, чипси, жаңағы барни, чупа-чуп салғанша бір ДТР, бір йод алып беру керек екенін түсінесіз. Солай ақырындап бұл энергия, сетевой бизнес, 100% энергияның бизнесі. Сен өзіңе көңіл бөліп, денсаулығыңа салып бастаған кезде, сенде көбірек айтып тұр ғой, бұл жердің философиясы командалық жұмыс. Мен алдым, іштім, пышақты өзімнен өткіздім, нәтиже көрдім. Мен бұрын менде 120 килограмм салмақ, 110 килограмм салмақ болатын, гемоглобин менде гальнокастатина 90 гане болатын. Мен ең алғаш 115 деген гемоглобинде 2011 жылы бірінші жүктілікте ғана болған, одан мен 105-ке түскен, содан кейін бастап менде дәрігерлер айтатын. 4 баламда мен анемиямен босандым. Енді қараңыздар, ол балаға берілді ғой, түсінікті ғой. Енді қараңыз, одан кейін мен ондай гемоглобинді көрмегенмін. Қазір менің гемоглобиным 126. Білесіздер ме? Осы компания, Ювеп, осы өнімдердің арқасында өзімнен өткізіп нәтиже жеттім, айналамдағы адамдарға бөлісіп бастадым. То есть жаңағы айтқандай, адамдарға дұрыс денсаулықты күтуді, оған бізде таңнан кешке дейінгі дәрігерлердің сабағы, продукциядағы производительдердің айтқаны, дайын маркетинг система барлығы дайын, бәрі дайын. Просто соны айта беру керек. Ары қарай менде ақырындап қосымша ақша тауып ақша болып бастады. Бір ДТР-мен, бір йод, бір омега ғана емес, балаларыма уже көбірек продукция беріп бастадым. Happy Wave алып бастадым. Менің бұл үйімде беткен ветеринарда монилар тұрап тізіліп тұрады. Балаларыма спокойно беріп бастадым. Өзім бір жолда 4 коллаген ақырындап іше бастадым. Солай өз ағзамды қалпына келтірдім. Восстановление болды. Менің балаларым денсаулығы Құдайға шүкір, аурудан Құдай сақтасын, бірақ менде көңілімде тоқтық бар. Мен білемін уже балаларым ағзасына Құдайдың жаратқан макро, микро элементтері вовремя түсіп жатқанын. Және де мен соны айналама айтып бастадым. Сол арқылы команда келіп бастады. Біздің атталып тауып жатқан табыстарымыздың барлығы, жаңа айтып ғой, басында мынаны 75 теңге болса 750 теңгеге алып бастадым. Одан кейін мынаны 1290 теңгеге алып бастадым. Мынаны да 1290 теңгеге алып бастадым. Мынау 70 теңге бутылкасын бар жолы 70 теңге аламын. Қараңыздар. Сөйтіп бастадым, бірақ кейін ол табыс еселенген кезде мен мұның бәрін тегін іштім. Кім тегін продукция ішкісі келеді? Көрдіңіздер ме? Бұл жердегі ең үлкен нәрсе, айтайын ба, бірақ екі адамды шақырып әкеп, солардан ақша тауып баю қою емес. Сетевой миссиясы служение народа. Сіздің алдыңызда 3 адам тұр ма, демек халық. Сенің алдыңда 3 балаң тұр ма, демек халық. Өйткені мен музыкантпын. Біздің мұғалімдер айтатын, профессорлар айтатын. Сахнаға шықтың ба, алдыңда 3 адам тұрса халық деп.
үш адамның алдында дұрыстап выступать ете алсаң дейді, программаңды орындай алсаң, ертең сені 3000 адамда 30.000 адамда тыңдайды деп. Дұрыс па? Сіздің алдыңызда 3 бала тұр ма, мен кімге қандай халыққа барып служить етемін демей ақ қойыңыз. Өз отбасыңыздан 3 баланың денсаулығын дұрыстаңыз, балаңыз бодрый болып бастайды. Антибиотик ішпейді. Менің балаларым үлкенім 15-те, кішкентайым 8-те, биыл 8-ге толады, уколды білмейді. Кішкентай балалар укол салады, дәрігер деп қорқыта алмаймыз. Антибиотикті білмейді, уколды білмейді, скорый шақырып көрмеген үйге. Әйтпесе ауырмайтын бала жоқ, іш өтпейтін бала жоқ, тамағы қызармайтын бала жоқ, температура болмайтын бала жоқ. Дәл қазір менің балам немен жаңағы андай қызылша бар ғой? Иә, көр емес былай сақтаса, қызамын. Иә, сонымен ауырып, апрелден өткенде келіп 20 күнге келіп жатып кетті, қараңыз. Иә, енді қараңыздар, бұл жердегі нәрсені айтайын ба? Маңыздысы соның өзін бір ионлықпен тұрғызып алдық. Бір ионлықпен дозамен күнде 2 сағат сайын 20 мл іше бер дедік. 2 коробка ионлық 2 күнде ішті. Ананың бәрі жаңағы денеге бұрқ етіп шықты да 2 күннен кейін ұшып тастады. Даже одан да ауыр кор деген негізі вообще қызық қиын екен ғой. Денеге тұтас ашық жер жоқ шығар. Менің 10 жастағы қызым 7 жасында корға шыққан болатын. Осы ионлық ең алғаш келген кезде. Температура тілінің ішіне дейін, мына жерге дейін қызарып кеткен. Көзінің ішіне дейін, көзінің мына ақтары қызарып кәдімгі сыртына пленка сияқты шығып кеткен болатын. Бір ғана ионлықпен тұрғыздық. Сондай керемет нәтижелер бар жан-жағымызға. Соны айттық. Бұл қарапайым ғана жұмыс жасайтын механизм. Енді қараңыздар, бұл жердің ерекшелігі